видеомызға өзімізге керекті көрнекілік немесе суретті қойып алу видеосын қалай жасаймыз көрсетейін. Ол үшін бізге CapCut қосымшасы немесе қандай да бір басқа видеоредактор қосымшасын пайдалана аламыз. Біз CapCut қосымшасына керекті видеоны қоямыз. Оның үстіне өзіміз қойғымыз келген суретті немесе көрнекілікті наложение деген мына функциясы арқылы қойып аламыз. Қолымызбен нұсқап көрсеткен тұсқа алып келген суретті қоямыз. Содан кейін таймлайнды сәл алдыға жылжытып, саусағымызбен суретті барынша кішірейтеміз. Ромбик деген белгіден белгілеп қоямыз. Бірінші анимация дайын болды. Енді екінші анимацияда саусағымызды оңға немесе солға лақтырған ишарат жасаған жерге алып келіп, таймлайнды сәл алдыға жылжытып, ромбик белгісін қоямыз. Екінші анимацияда дайын. Осындай видеоларды қарап жүру үшін Ес-Түзету парақшасына жазылып қойыңыз және де жоғалтып алмас үшін сақтап қойыңыз.